Ұлыңыз үйленгеннен кейін сіздің өміріңізге тағы да бір отбасы қосылады. Бірақ сол отбасымен қалай қарым-қатынас жасау керек? Құда-құдағиды тым жақын тартып жіберу дұрыс па? Әлде араны белгілі бір қашықтықта ұстаған жөн бе? Ал келініңіз сіз бен өз ата-анасының арасында қалып қоймас үшін не істеу керек? Кейде бір ғана орынсыз сөз екі отбасының арасындағы жақсы қарым-қатынасты бұзып жібереді. Ал кейде керісінше бір ғана дұрыс әрекет екі әулетті өмір бойы жақын адамдарға айналдырады. Егер сіз ұлдың анасы болсаңыз, бұл тақырып сіз үшін өте маңызды. Өйткені ұлыңыз үйленгеннен кейін сіздің отбасыңызға тек келін ғана емес, оның ата-анасы, яғни сіздің құда-құдағиларыңыз да қосылады. Олар сіздің балаңыздың жарының ата-анасы. Сондықтан олармен арадағы сыйластықтың, келініңіз бен ұлыңыздың және жалпы екі отбасының тыныштығымен байланысы бар. Бүгін біз құда-құдағиларыңызбен қандай қарым-қатынаста болған дұрыс, қандай сөздерден аулақ болу керек және ұлдың анасы ретінде қандай шекараны сақтау керек екенін айтатын боламыз. Соңына дейін тыңдаңыздар, өйткені соңында айтатын ең маңызды кеңес көп ананың жақсы ниетпен жасап, кейін өкінетін әрекеті туралы. Ал алдымен соңғы видеоларымыздан келген арнамызға қосылған барша оқырмандарға үлкен алғысымды айтқым келеді. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте қымбат. Біздің осы айдағы мақсатымыз 1000 оқырманға жету. Егер отбасы, бала тәрбиесі, келінмен қарым-қатынас, ерлі-зайыптылардың сыйластығы және өмірлік пайдалы кеңестер туралы осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып қойыңыздар. Ал енді бастайық. Бірінші, құда-құдағи бәсекелес емес, балаларыңыздың ата-анасы. Ұлыңыз үйленгеннен кейін кейбір аналарда байқамай бір сезім пайда болады. Менің ұлымды олар қалай тәрбиелейді екен? Келінімнің анасы неге бұлай сөйлейді? Біздің отбасымыздың тәрбиесі жақсырақ. Біз балаларымызға көп нәрсе бердік. Осындай ойлар туындауы мүмкін. Бірақ ең бірінші түсінетін нәрсе, құда-құдағиларыңыз сіздің отбасыңыздың қарсы жағы емес. Олар да сіз сияқты баласының бақытын қалайды. Олар да қызын уайымдайды. Сіз ұлыңызды қалай жақсы көрсеңіз, олар да өз қызын дәл солай жақсы көреді. Сондықтан екі отбасы бір-бірімен жарыспау керек. Біздің жақ осындай, сендердің жақтарың ондай деп салыстырудың қажеті жоқ. Өйткені екі отбасы бір-бірінен мінезі, тәрбиесі, салт-дәстүрі жағынан ерекшеленуі мүмкін, бірақ мақсаттары бір, балаларының бақытты болуы. Осы ойды жүректе ұстасаңыз, көптеген мәселе өздігінен жеңілдейді. Екінші, құда-құдағиға құрмет көрсету келініңізге де құрмет көрсетумен тең. Өте қарапайым нәрсе сияқты көрінеді, бірақ маңызы өте үлкен. Сіз құда-құдағиды құрметтеген кезде келініңіз де өзін жайлы сезінеді. Өйткені ол сіздің менің ата-анамды қабылдамайды деп уайымдамайды. Кейбір келін үшін бұл өте маңызды. Егер сіз құдағиға жылы сөйлесеңіз, қызыңыз жақсы тәрбиелеген, біздің үйге келіп береке әкелді, сіздерге рахмет десеңіз, бұл сөздерді келініңіз де естиді. Ал оның жүрегінде енем менің ата-анамды сыйлайды екен деген жылы сезім қалыптасады. Бұл бір ауыз сөзбен келініңізбен арадағы байланысты да жақсарта аласыз. Үшінші, бірақ тым араласып кетуде дұрыс емес. Құда-құдағимен жақсы араласу деген күнде хабарласып, әр мәселені бірге талқылау деген сөз емес. Әр отбасының өз шекарасы болу керек. Құдалық жақындық, бірақ ол жеке өмірге араласуға рұқсат деген сөз емес. Мысалы, ұлыңыз бен келініңіздің арасында қандай да бір мәселе болды делік. Сол сәтте бірден құдағиға сіздің қызыңыз менің баламды ренжітіп жүр деп телефон шалудың қажеті жоқ. Сол сияқты келініңіздің ата-анасы да әрбір ұсақ мәселені сізге айтып отырмауы керек. Екі отбасы жеке отбасы. Олардың әрбір мәселесіне ата-аналар араласа берсе, ерлі-зайыптылардың өз бетінше шешім қабылдау қабілеті әлсірейді. Сондықтан кейде ең дұрыс көмек араласпай қажет кезде ғана қолдау көрсету. Төртінші, келініңіздің ата-анасы мен ұлыңызды талқыламаңыз. Бұл өте маңызды. Кейде екі құда шай ішіп
отырып балалары туралы сөйлеседі. Бұл жақсы, бірақ әңгіме мынаған айналып кетсе, сіздің қызыңыз мынаны істейді, менің ұлым мынандай, сіздер қызыңызға дұрыс тәрбие бермегенсіздер, біздің баламызды сіздердің балаларыңыз өзгертіп жіберді. Мұндай сөздер екі отбасының арасын алыстатады. Егер қандай да бір мәселе болса, адамның өзін емес, мәселенің өзін талқылау керек. Мысалы, балалардың арасына түсініспеушілік болыпты, екеуіне де ақыл айтып қояйық деген дұрыс. Ал сіздің қызыңыз кінәлі немесе сіздің ұлыңыз дұрыс істемеді деп бір-бірін айыптау жағдайды ушықтырады. 5. Құда-құдағиға ұлыңызды мақтап, келініңізді кемсітпеңіз. Бұл жерде өте нәзік мәселе бар. Әр ана өз баласын мақтан тұтады, бұл табиғи нәрсе. Бірақ менің ұлым өте жақсы, менің балам бәрін жасайды, үйдің бар тірлігін ұлым істейді деп, соның қасында келініңіздің еңбегін елемеу дұрыс емес. Өйткені әр отбасының ішінде сырт көз көрмейтін еңбек бар. Келініңіз де шаршайды, ол да үйге үлес қосады, ол да сіздің немерелеріңізді тәрбиелеп отыр. Сондықтан ұлыңызды мақтағанда келініңіздің еңбегін де бағалаңыз. Мысалы, балаларымыз бір-біріне сүйеніп, жақсы өмір сүріп келе жатқанына қуаныштымын деген сөз әлде қайда жарасымды. Мұнда ешкімді жоғары немесе төмен қоймайсыз. Екі баланың да еңбегін бағалайсыз. 6. кеңес. Құда-құдағимен ақша мәселесінде абай болыңыз. Екі отбасының арасында ақшаға қатысты түсініспеушілік өте тез ренішке айналуы мүмкін. Той, сыйлық, жөн жоралғы, балаларға көмек, үй алу немесе басқа да шығындар. Осындай кезде біз сонша төледік, сонша бердік, сендер аз бердіңдер, біздің жақ көп жасады деген сөздерді айтпаған жөн. Құдалықты есеп-қисапқа айналдырмаңыздар. Әр отбасының жағдайы әртүрлі. Біреу көп көмектесе алады, біреудің мүмкіндігі шектеулі болуы мүмкін. Ең бастысы берген нәрсенің мөлшері емес, ниеті. Егер қандай да бір ортақ шығын болса, алдын ала ашық сөйлескен дұрыс. Содан кейін реніш жиналмайды. 7. кеңес. Құда-құдағидың үйінде өз үйіңіздегідей билік жүргізбеңіз. Сіз олардың үйіне қонақ болып бардыңыз. Бұл жерде өз тәртібіңізді орнатудың қажеті жоқ. Мынаны былай жасаңыз. Неге үйіңізде мынандай емес, қызыңызға мынаны үйретпегенсіздер ме деген сөздерден аулақ болған жөн. Құда-құдағидың үйі олардың шаңырағы. Сіз де өз үйіңізге келген адамның құрметпен қарағанын қалайсыз ғой. Сондықтан өзіңіз де сондай құрмет көрсетіңіз. Бұл қарапайым әдеп сияқты көрінгенімен адамдар арасындағы сыйластықты сақтайтын маңызды нәрсе. 8. Құда-құдағиды келініңіз арқылы басқаруға тырыспаңыз. Мына жағдайды елестетіп көріңізші. Сіз келініңізге анаңа айтып қой, әкеңе түсіндір, олар былай істесін деп жиі тапсырма бересіз. Бір қарағанда ештеңе жоқ сияқты, бірақ келініңіз екі отбасының ортасында қалып қояды. Бір жағында өз ата-анасы, екінші жағында енесі. Ал ол екі жаққа да жақсы болғысы келеді. Сондықтан оны араға салып мәселе шешуге тырысуға болмайды. Егер құда-құдағиға айтатын нәрсеңіз болса, мүмкіндігінше өзіңіз тікелей сыпайы түрде сөйлесіңіз. Сонда келініңізге де жеңіл болады. 9. Құда-құдағимен сыйласу үшін міндетті түрде дос болу керек емес. Бұл да маңызды. Кейде адамдар құда болған соң өте жақын болуымыз керек деп ойлайды. Бірақ адамдардың мінезі әртүрлі. Біреу көп сөйлескенді жақсы көреді, біреу тыныштықты ұнатады, біреу жиі қонақтасқанды қалайды, біреу сирек кездескенді қалайды. Сіз міндетті түрде құдағимен күнде сөйлесіп тұруға тиісті емессіз. Ең маңыздысы сыйластық бар ма? Қиындық кезде бір-біріңізді түсінесіздер ме? Балалардың отбасына зиян келтірмейсіздер ме? Егер осы үшеуі болса, қарым-қатынас дұрыс бағытта. 10. Құда-құдағиға келініңізді жамандап айтпаңыз. Егер келініңізбен арада қандай да бір түсініспеушілік болса, оны бірден оның ата-анасына жеткізу дұрыс емес шешім болып табылады. Мысалы, қызыңыз маған көмектеспейді, қызыңыз баланы дұрыс тәрбиелемейді, қызыңыз менің ұлымды тыңдамайды деп айтсаңыз, құда-құдағи өз баласын қорғауға тырысуы мүмкін. Сонда сіздің араңыздағы мәселе екі отбасының мәселесіне айналады. Ал мәселе үлкейген сайын шешу қиындайды. Сондықтан келініңізге қатысты бір нәрсе көңіліңізге жақпаса, алдымен сабыр сақтаңыз. Мүмкін ол нәрсе маңызды емес шығар. Мүмкін бір
бір күндік жағдай шығар, мүмкін сіз оны басқаша түсінген шығарсыз. Әр нәрсеге бірден үлкен мән бермеген жөн. 11-ші кеңес. Құдағайдан келініңіз туралы ақпарат жинауға тырыспаңыз. Қызыңыз үйде қандай еді, бала кезінде қандай мінезі болды, бұрын кіммен араласатын деп сұраудың өзі жаман емес, бірақ бұл сұрақтар келініңізді бақылаудың құралына айналмауы керек. Кейде адам қыздарыңыз бала кезінде де осындай қырсық па еді деп әзілдеп айтады, бірақ ондай сөз құдағайға ауыр тиюі мүмкін. Сондықтан әзілдің де өзінің шекарасы бар. Әсіресе жаңа құда болған кезде бір-біріңізді жақсы танып болғанша сөзге абай болған дұрыс. 12-ші. Құда-құдағаймен арадағы қарым-қатынастың негізі ол сенім. Егер құда-құдағаймен қарым-қатынас ұзақ жылдарға созылсын десеңіз, бір-біріңізге сенім қалыптастырыңыздар. Біреудің айтқан сөзін екінші адамға тасымалдамаңыздар. Пәленше сіз туралы былай деді, келініңіз мен туралы мынаны айтты деген әңгімелерден аулақ болыңыз. Өйткені бір адамның сөзі екінші адамның құлағына жеткенше өзгеріп кетуі мүмкін. Ал бір рет сенім жоғалса, оны қайта қалыптастыру қиын. Сондықтан құда-құдағайдың сізге айтқан жеке әңгімесін сақтай біліңіз. Бұл адамға көрсетілген үлкен құрмет. 13-ші. Мерекелерді себеп емес, байланыс үшін пайдаланыңыз. Құда-құдағаймен міндетті түрде үлкен дастархан жаюдың қажеті жоқ. Кейде қалайсыздар, денсаулықтарыңыз жақсы ма, балалар аман ба деп хабарласудың өзі жеткілікті. Туған күн, мереке, немеренің туған күні, отбасылық қуаныш. Осындай сәттерде жылы лебіз білдіріп тұрыңыздар. Бұл қарым-қатынасты табиғи түрде сақтайды. 14-ші. Ең үлкен қателік келініңізді біздің жақ және сенің жағың деп бөлу. Ұлыңыз үйленгеннен кейін біздің үйдің адамы, сендердің жақтарың деп бөлудің қажеті жоқ. Келін сіздің ұлыңыздың өмірлік серігі. Оның ата-анасы да сіздің отбасыңызға жақын адамдар. Сондықтан біздің балаларымыз деген сөз әлде қайда жылы. Біздің балаларымыздың бақыты, біздің балаларымыздың болашағы, біздің немерелеріміз деген сөз екі жақтың арасындағы шекараны жұмсартады. 15-ші. Ұлыңыз бен келініңіздің арасына құда-құдағайды араластырмаңыз. Ең дұрысы екі жас өз мәселесін өздері шешсін. Әрине, егер жағдай өте күрделі болса, үлкендердің ақыл кеңесі қажет болуы мүмкін, бірақ күнделікті ұсақ реніштердің бәрін ата-аналарға жеткізу дұрыс емес. Өйткені бүгін ерлі-зайыптылар ұрсып қалуы мүмкін, ертең татуласады, ал ата-аналар бір-біріне айтқан ауыр сөздерін ұмыта алмай қалуы мүмкін. Сондықтан балаларыңыздың әрбір ренішін өз мойныңызға алмаңыз. Кейде бұл мәселені екеуің өздерің ақылдасып шешіңдер. Біз сендерге сенеміз деген сөз ең дұрыс көмек болуы мүмкін. Ең маңыздысы, ұлыңызды келініңізге қарсы қоймаңыз. Егер сіз ұлыңызды шынымен бақытты көргіңіз келсе, оны мен бе әлде әйелің бе деген таңдау алдына қоймаңыз. Үйленгелі бізді ұмытып кеттің, бұрын анаңа басқаша қарайтын едің, келін келгеннен кейін өзгеріп кеттің деген сөздер анаға жеңілдік бергенімен ұлдың жүрегіне ауыр тиеді. Ұлыңыздың отбасын құруы сізден айырылғаны емес, керісінше сіздің балаңыздың өз шаңырағын құрып өмірдің жаңа кезеңіне өткенін білдіреді. Сіз оның анасы болып қала бересіз, бірақ оның өмірінде тағы бір маңызды адам пайда болды. Оны қабылдай білу ананың үлкен даңғалығы. Құда-құдағаймен жақсы қарым-қатынас қалай құрылады? Біріншісі құрмет, екіншісі шекара, үшіншісі сенім, төртіншісі артық араласпау, бесіншісі балалардың отбасын бірінші орынға қою, алтыншысы өсекпен салыстырудан аулақ болу, жетіншісі жылы қарым-қатынасты сақтау. Осы 7 нәрсені ұстансаңыз, екі отбасының арасындағы байланыс әлде қайда тыныш әрі берекелі болады. Ұлыңыздың үйленуі сіздің отбасыңызға жаңа адам келгені ғана емес, бұл екі отбасының байланысы басталған кезең. Сіз құда-құдағаймен дос болмауыңыз мүмкін, күн сайын араласпауыңыз да мүмкін, бірақ бір-біріңізді құрметтеуге болады, бір-біріңізді ренжітпеуге болады, балаларыңыздың отбасына артық араласпауға болады.
Ең бастысы бір-біріңізді қарсы жақ емес, балаларыңыздың бақытына ортақ адамдар деп қабылдау. Егер сіз ұлдың анасы болсаңыз, мына бір нәрсені ешқашан ұмытпаңыз. Келінді сыйлаған ене ұлының отбасына тыныштық береді, ал құда-құдағиды сыйлаған ене екі әулеттің арасындағы сыйластықты күшейтеді. Сондықтан келініңіздің ата-анасына қызыңыз бізге аманат болып келді, біз оны өз баламыздай көруге тырысамыз, сіздер де бізге бөтен емессіздер деп айта алатын деңгейге жетсеңіз, бұл үлкен адамгершілік. Өйткені жақсы құдалық тек тоймен басталмайды, ол күнделікті құрметпен жалғасады. Егер сіздің де құда-құдағиларыңыз болса, пікірге құда 1000 жылдық деп жазып кетіңіз. Ал өз тәжірибеңізбен бөліскіңіз келсе, құда-құдағимен қарым-қатынаста ең маңызды деп санайтын бір кеңесіңізді жазыңыз. Мүмкін сіздің бір ауыз сөзіңіз басқа бір анаға пайдалы болар. Соңғы видеоларымыздан келген арнамызға қосылған барлық оқырмандарға тағы да үлкен рахмет. Сіздердің әрбір жазылғандарыңыз бізге үлкен қолдау. Біздің осы айдағы мақсатымыз 1000 оқырманға жету. Егер отбасы, келін, ене тақырыптары, сонымен қатар балалар, немерелер мен өмірлік маңызды кеңестер туралы пайдалы видеоларды көргіңіз келсе, арнаға жазылып қойыңыз. Бір-бірімізге пайдалы болайық, отбасымызға береке, балаларымызға амандық, немерелерімізге қуаныш болсын. Құдалықтың қадірін сақтай білейік, өйткені екі баланың бақыты, екі отбасының да бақыты. Келесі видеода кездескенше.